Саламатсыңдар ма балалар? Қазір әдебиеттік оқу пәні. Тақырыбы: мен туралы сен не айтасың? Мәтін: Қонжық пен көжек ертегісі. Бүгінгі сабақтан білетіндерің: кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттайсыңдар, мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалайсыңдар, тірек сөздерді пайдалана отырып, өз ойларыңды жеткізесіңдер. Балалар, дос дегенді қалай түсінесіңдер? Досың қандай болу керек? Жаныңдағы досың туралы не айта аласың? Өз ойларыңды ортаға салайық. Одан шығатын түйінді: дос деген қиын кезде көмектеседі екен, сенімен бірге қуана алады, сырыңды бөлісесің, ақыл кеңес бересің бір-біріңе, және достар бір-біріне адал, шыншыл болу керек. Бір-біріне әрдайым шындықты айту керек деп ойлаймыз. Олай болса, бүгінгі біздің қонжық пен көжек ертегісіндегі қонжық пен көжектің ортасында қандай достық болды екен? Қазір мәтінді оқу барысында оны анықтаймыз. Және балалар, түртіп алу әдісіменен өздеріңе түсініксіз сөздің астын қарындашпен жайлап белгі қойып түртіп отырамыз. Бірде қоянның көжегі енесіне келіп шағымданыпты. Аюдың баласы мені бадырақ көз деп мазақтайды, дейді жыламсырап. Енесі: одан басқа не деді? дейді. Қалқан құлақ, қыли көз дейді. Сен оған не дедің? Мен бе? Мен, дейді көжек тұтығып. Ештеңе де айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен Қорбанбай деп едім. Көрдің бе әне? Деп ескертеді енесі. Алдыменен өзің тиісіпсің ғой. Мазақтап ренжіткесің. Ол мазақтаса ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Сонда көжектің басы салбырап, үнсіз қалыпты. Балалар, ертегінің кейіпкерлері кімдер? Дұрыс айтасыңдар, көжек және енесі екен. Ал енесі мен көжектің ортасында қандай әңгіме жүрді? Дұрыс айтасыңдар, диалогтық әңгіме жүрді. Яғни шығармадағы негізгі кейіпкерлер енесі мен көжек екен. Олай болса балалар, осы жерде түртіп ал, енесі көжектің анасы екен. Ыза деген сөзді біз қай жерден оқып едік жаңа? Қай кезде ыза болды? Қане мәтіннен табамыз ыза деген сөзді. Ол мазақтаса ыза болып арыз айтасың дейді. Яғни ыза деген сөздің мағынасы қандай екен? Ашулану. Ал арыз дегеніміз өкпе, реніш айту, тұтығып кекештену. Балалар, осы бойынша, оқиға картасы бойынша біз бұндағы жұмыстаны көрейік. Мәтіннің тақырыбы: мәтін қонжық пен көжек. Бұндағы кейіпкерлер кімдер? Көжектің енесі, көжек, қонжық. Болған орны: орман іші. Өз қасиетін түсініп, мойындаған, шешім шығарған кім болды бұл жерде? Көжек. Басты проблема не болды? Көжектің өтірік айтуы. Оқиға қалай өрбіді? Көжектің қонжықпен кездесуі, бірін-бірі мазақтануы, көжектің енесінің әділ шешуі. Көжектің енесі бұл жерде екеуінің ортасындағы кикілжің, жанжал деп айтсақ болады, реніш. Міне осыны әділ шешіп берді. Ал осы жерде көжектің енесі қоян өзінің
көжегіне көмектесіп жазықсыз қонжықты жазаласа болатын беді? Ол дұрыс іс-әрекет болатын беді осы жерде? Дұрыс айтасыңдар, ол дұрыс іс-әрекет емес. Яғни әділдікпен шешілген дұрыс әрқашанда өрге шығады. Балалар, қане жеке жұмыс жасап көрейікші. Егер сен көжектің орнында болсаң, онда не істер едің? Өйткені әдіс арқылы сен көжектің орнында болсаң не істер едің қане? Мен саған, сен маған әдісі. Мәтіннің кейіпкерлеріне мінездеме береміз. Кейіпкердің іс-әрекеті туралы не айта аласың? Мәтіннен қандай ой түйдің? Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Өзі түсіп кетеді екен.